Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Зеретока. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз бомж ана болмақ. Ал ендеше біз бастаймыз. Бұл Марат пен Айгүлдің ең алғаш рет танысқан кездері еді. Марат Айгүлдің қасына келіп: «Сәлем сұлу қыз, мен сенімен танысқым келеді, сен қарсы емессің бе?» деп Марат Айгүлмен танысқысы келіп, Айгүлден рұқсатын сұрайды. Сол кезде Айгүл былайынан жауап береді: негізі мен танысуға қарсы емеспін. Оны не үшін сұрап тұрсың? Деп Айгүл Маратқа жауап береді. Сол кезде Марат Айгүлге былай дейді: «Я, негізі менің сенімен танысқым келген. Егер сен қарсы болмасаң, бүгіннен бастап кездесе берейік. Сен қарсы емессің ғой, иә? Олай болса кеттік, қалаларды көріп қайтайық», деп Марат айтады. «Жақсы, олай болса кездессек, кездесе берейік». 3 ай өткен соң Марат Айгүлге сөз салады. Кейін Айгүл оған «я» деп жауап береді. Сосын екеуі енді мәңгі боламыз деп қатты қуанады. Небәрі 3 айда олар үйленуге шешім қабылдайды. 5 ай өткен соң Марат пен Айгүл күнде ұрсады. Марат бұрынғыдай емес. Айгүл басында Маратты өте жақсы деп ойлаған, бірақ қазір Марат мүлдем өзгеріп кеткен. Ол күнде ұрыс шығарып, бір кішкентай дүниеге болады ұрсады. Айгүл одан қатты шаршаған, және оның одан кетіп қалғысы келеді. Бір күні күндегідей Марат Айгүлге ұрсады. Кейін Айгүл жылайды. Кейін Айгүл одан кетіп қалуға шешім қабылдайды. Содан кейін ол басында Маратпен сауласып қатты ұрсады. Ұрысқаннан кейін Марат оған өте қатты ауыр сөздер айтады. Кейін Айгүл оның сөздеріне қатты ашуланып, Маратпен одан қатты ұрсады. Сосын Айгүл жылап қалады. Жылағаннан кейін Марат бәрібір сол ұрсуын тоқтатпайды. Айгүлдің қатты шаршаған жүзін көрсе де, ол бәрібір ұрысты әрі қарай жалғастыра береді. Айгүл одан ұрысты қоюын сұрайды, бірақ ол бәрібір ұрысын жалғастай береді. Содан кейін Айгүл неке жүзігін саусағынан шешіп тастап, кейін далаға қарай қаша жөнеледі. Сосын ол далада отырады. Ал Марат болса, түк болмағандай оны қайтадан үйге оралуын, енді қайта ұрыспайтынына уәде береді. Бірақ Айгүл Мараттан өте қатты қорқып қалған, және Айгүлдің басқа баратын жер жоқ. Сосын ол қайда барарын білмей Маратты кешіреді. Сосын екеуі үйлеріне қайтады. Осы кезде Айгүл Мараттан айтқан уәделеріне шынымен сеніп қалған еді. 1 жыл өткен соң Марат пен Айгүлдің баласы дүниеге келеді. Оның есімі Мадияр болады. Марат бәрібір өз әдесінде тұрмады. Енді Марат тек Айгүлге ғана емес, оның енді туылған баласына да айқайлайтынды шығарды. Кейін Марат Айгүлдің қасына келіп, оның саусағындағы жүзікті шешіп алады. «Айгүл, мына жаққа тұр бол тез. Кәнеки кет бол менің үйім. Сен енді Мадияр екеуің далада тұратын боласыңдар. Енді бұл тек менің үйім. Енді сендер келмейсіңдер»,
деп Марат айқайлайды. Қанеки, не істеп тұрсың сен? Бол тез кет, мен сені бәрібір үйге кіргізбеймін. Сен енді менің әйелім емессің. Осылай Марат Айгүлді баласымен үйінен қуып жібереді. Кейін Айгүл іштей қатты өкінеді. Сол кезде не үшін бірден кетіп қалмадым деп. Кейін Айгүл ойлана бастайды. Енді Айгүлдің баратын жері жоқ. Кеш болып қалды, ал Айгүл болса таңнан бері әлі тік аяқта жүр. Ол бір демалып отыратын жер таппай жатыр. Кейін ол банктың алдындағы орындыққа отырды. Бір мезетте Айгүл ұйықтап кетті. Айгүл шошып оянып кетеді. Кейін ол баласын қолымен тербетіп, оны да ұйықтатады. Кейін екеуі бірдей ұйықтап қалады. Осы уақытта банк қызметкері банктен шығады. Ол ашулы болады. Сендер не істеп отырсыңдар? Тұрыңдар кәне, бұл жерде отыруға болмайды. Не үшін сендер банктың алдында отырып алғансыңдар? Қанеки, ояндар, бол тез. Тұрыңдар. Деп банк қызметкері оларды оятады. Айгүл мен баласы қатты шошып кетеді. Болыңдар, тез ұйқыларына ояндар, әйтпесе мен қазір полиция шақырамын, сендер соттатып та жіберем. Қанеки, тұрыңдар, бол тез. Біз банктың ішінде отырған жоқпыз. Біз сыртта отырмыз. Алдымен біз банкте отырсақ, сіз осылайна айта алатын едіңіз. Ал біз балам екеуміз жай ғана ұйықтап қалыппыз. Онда тұрған не бар? Деп Айгүл банк қызметкерімен ұрысып кетеді. Кейін Айгүл ашуланып былай деп айтады. Сіз тек банк қызметкерісіз бе? Демек сіз тек қана банкте ғана жұмыс істейсіз, ал осы ауламен сіздің жұмысыңыз болмау керек. Менімен ұрысқанша одан да өз жұмысыңызды жасаңыз. Кезде банк қызметкері: мен қазір ойнап айтып тұрған жоқпын. Не қазір тұрасыңдар, не қазір ана жерде полициялар тұр, соларға ұстап беремін мен сендерді. Деп айтқаннан кейін Айгүл баласын алып, сол жерден кетіп қалады. Айгүл орталықтан кетеді. Ал банк қызметкері Айгүлдің айтқанына ашуланып, әрі қарай жұмысын жалғастыруға кетеді. Қазір түн өтіп кеткен екен. Сосын жаңбыр басталды. Айгүлдің баласы қатты жылап жатыр екен. Жаңбыр құйып жауып тұр. Айгүл тона бастады. Себебі үстіндегі жай ғана жұқа киім. Осы кезде Марат бейтаныс қызбен сөйлесіп отыр екен. Я, мен сені толық түсінемін. Білесің бе, бүгін мен әйелімді қуып жібердім ғой. Айтайын ба қалай болғанын? Ең алдымен мен оны онша негізі ұнатпайтын едім. Ол өзі бәрін бастаған, ол мен жыныма тиетін. Мен екеуін тұрдым да қуып жібердім. Қазір бір жаңбырдың астында жүрген шығар, шылқып. Енді менің қадірімді біледі десей. Деп Марат пен бейтаныс қыз Айгүлді сыртына мазақтап күліп отыр еді. Осы кезде бейтаныс қыз Айгүлдің қандай ақымақ екенін айтып, мазақтап күлуде. Содан кейін сол бейтаныс қыз аулаға шығады. Айгүл мен оның баласы жаңбырда сәл-пәл қорғанатын бір жерді іздеп жатыр. Бірақ еш жерде жоқ. Кейін Айгүл ашуланады. Олар автобус аялдамасына келіп жайғасады. Кейін Айгүл баласын тербетіп отырады. Сосын баласы бірден ұйықтап қалады. Кейін Айгүл қатты жылай бастайды. Мен таза ақымақ болған екен. Не үшін мен дәл сол Маратқа жоладым екен?
сол ең басында одан кетіп қалайын деп жатқан кезде бекер соның айтқанын тыңдадым. Мен білем ғой оның бәрі өтірікші екенін. Не үшін мен оның сөзін тыңдап оған ердім екен? Қандай ақымақ болдым мен. Енді балам екеуміз жаңбырдың астында қалдық. Енді тіпті біздің үйіміз де жоқ. Деп Айгүл қатты өкініп жылайды. Осы сәттерде бейтаныс қыз келе жатады. Кейін ол тоқтап қалады. Ол Айгүлді көреді. Және ол Марат айтқан әйел осы екенін түсінеді. Сосын бейтаныс қыз іштей қуанып Айгүлдің қасына барады. Сәлем, менің есімім Айсезім. Мен сені бағанадан бері қарап тұрмын, сенің баратын жерің жоқ сияқты ғой. Неге дегенде сен жабырдың астында отырсың ғой. Енді мен саған бір көмек қолын созайын деп едім. Мынаның ішінде нан бар. Осыны алып балан екеуін жесеңдер де болады. Бірақ сенің балан әлі тым кішкентай сияқты ғой. Сол үшін балана сүт керек қой. Сол үшін өзін тойып жеп ал. Мінеки, ала ғой. Осыны айтқаннан кейін Айгүл кішкене ойланып қалады. Не себептен бұл қызын Айгүлге көмектескісі келіп тұр. Бірақ бәрібір алмаса болмайды. Себебі Айгүл өте аш еді. Егер Айгүл аш болса, балаға сүт те болмайды деген сөз. Бірақ алмасқа амал жоқ еді. Ең алдымен Айгүл былай дейді. Сәлем Айсезім, көмегіне әрине рахмет, бірақ мені бұны алатындай ақшам жоқ. Мен саған бұның ақшасын төлей алмаймын. Деп Айгүл алдын ала айтады. Сол кезде Айсезім былайдан жауап береді. Мен саған қазір ғана айтып тұрмын ғой. Бұл саған жай ғана көмек. Мен саған тек қана көмектескім ғана келді. Маған негізінде ешқандай ақша керек жоқ. Саған жай ғана көмектесем болды. Сен ақша төлемей-ақ қойсаң да болады. Бұл жай ғана көмек деп қабылда, жарайды ма? Содан кейін ол нанды көрсетеді. Нанды көрсеткеннен кейін Айгүлдің қарны одан бетер ашады. Және ол нанды алады. Нанды алғаннан кейін Айгүл қатты қуанып кетеді. Енді жейтін тамақ бар. Кейін Айсезім кетеді. Ол кеткеннен кейін Айгүл нанды алып бөледі. Бөлгеннен кейін жей бастайды. Кейін баласын қайтадан ұйықтауға тырысады. Ақыры баласын ұйықтатады. Кейін Айгүл қатты қуанып кетеді. Сосын ол нанның бетін жауып қояды. Аспанға қарап отырады. Сол кезде оның бірден жүрегі айнып кетеді. Ол баласын орындыққа қояды. Кейін ол бірден жүрегі айнып, өзін өте нашар сезінеді. Бағана нанда бір нәрсе қосылғанын біледі. Достар, біз болмашы ананың бірінші бөлімін аяқтадық. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Қазірше сау болыңыздар, ал келесі видеода кездескенше.